Бірақ дәл осындай бақыт тағы бір жанға бұйырайын деп тұр, және де біз шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы Шолпан, Ғалымжан, Айжан деп жатыр, Перизат дейді, Бекзат, Лаура. Жаңа үміткердің таңдауы Нұрдәулет. Нұрдәулет, бұл не болды? Қайырлы күн. Бұл не реакция болды ма жерде отырып? Қандай? Неге Жанеркеге қарап осылай ойланып тұрып қалдыңыз? Жоқ, мен айттым да, маған келді ғой дедім да. Соны мен айтқаным шығып қалды. Жанерке де аң-таң сізге қарап отыр. Жоқ, мен айттым да. Мен өзім сезіп тұрдым маған келгенше. Маған келді ау деп ойланып тұрдым. Соны айтқаным шығып қалды да, соны Жанерке қарап, "Е-ой, тура айтыппын ғой" деген сияқты болды. Сосын Жанерке таңғалғаны, "Молодец" деді. Келесі жолы. Келесі жолы маған келді деп айтшы, сол кезде келетін шығар, сенің аузың дуал екен деп айтты. Нұрдәулет. Жоқ, 1-2 секунд өтті. Қашан сөйлесіп үлгердіңіз де? Не деп жатсыз, Ернар? Сол сіз айтып қойдыңыз, айтып отырмын да, ол миллисекунд болды ғой, ол жерде әңгіме қылып жіберді ғой, бір 5 минуттың әңгімесін айтып жіберді ғой Нұрдәулет сен. Түк, соны айтып, әлде көзбен қосатын болғансыз? Соны айтайын тұрдым. Жігіттер, мен сіздердің сөздеріңізді айтып қоя беретін болдым. Айтып қойып жатсыз ба? Ешкімге пікір қалмай қалды. Солай сияқты. Бәрі ренжіп айтады қазір. Енді Нұрдәулет, дайынсыз ба? Дайынмын баласы ханым. Жанерке ренжімейтін болса. Шақырамыз ба үміткерді? Шақырайық. Жақсы. Ендеше Нұрдәулеттің жаңа үміткері, келіңіз. Бүгін енді сұлу қыздар жауған күн болып жатыр. Танысайық өзіңізбен, есіміңіз? Сәлеметсіз бе? Иә. Менің атым Жұлдыз, 25 жастамын. Жұлдыз. Қай жақтан келдіңіз? Қырғызстаннан боламын. Бішкек қаласынан келдім. Қай қаладан? Бішкек қаласынан. Бішкектен келдіңіз. Ал жасыңыз нешеде? Жашым 25-те. 25-те. Яғни сұрадым сізден. Неге Нұрдәулет? Маға Қобалжымаңыз. Барлығымыз дәрісіз сияқты сондықтан. Иә? Сөйлеген сөздері, жашоого болгон максаттары маға топ келди да. Уайымдамаңыз, Перизат бар бізде. Көмектеседі қазір сізге. Ол кісі жақсы сөйлейді қазір қазақша. Нұрдәулеттің өзі үйретеді. Бұйыртса шымылдық ашылғаннан кейін. Иә, сондықтан барынша барыңызды салып сөйлей беріңіз, қысылмаңыз. Маға ұнады. Келбети, жүргөн турганы, сөйлеген сөздері. Жақсы. Нұрдәулет, сұрақтарыңыз. Не күлесіз? Қойсаңыз сұрақтарыңызды. Қош келдіңіз, Жұлдыз, иә? Иә, Жұлдыз, қош келдік. Қош келдіңіз, мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Бішкекте көп болғам, Бішкек өте әдемі шар. Маған қатты ұнайды. Алматыдан кейінгі екінші махаббатым деп айтсам болады Бішкектің негізі. Өте күшті. Әуен маған қатты андай не беріп жатыр, шабыт беріп жатыр да, сол үшін Бішкекті қайта-қайта мақтай бергім келіп тұр. Сіздің ата-анаңыз біледі ма маған келгеніңізді? Иә, біледі. Ешқайсы жобаға маған ешқандай қарсылықтар болған жоқ па? Жоқ, болған жоқ. Бұрынғы ара қатынасыңыз туралы айта кетсеңіз. 2 жыл бұрын тұрмышқа шыққам. Жашоо тұрмыштың кішкене ұялып тұрмын. Тұрмыста болдыңыз? Ажыраспаппын. 2 жыл бұрын ажырасып. 2 жыл бұрын ажыраспаппыңыз. Ал кішкентайыңыз бар ма? 3 жашта балам бар. 3 жастағы ұл балаңыз бар, иә? Қазір ұл балаңыз өзіңіздің қолыңызда ма? Иә, менен жашап. Жалпы кейін барлығы жақсы болып жатса, үйленіп жатсақ, балаңыз кіммен? Өзіңізбен или ата-анаңызда қалады? Менен, албетте. Өзіңізбен? Саламатсыз бе, Жұлдыз? Қош келдіңіз, өте сұлу қыз екенсіз. Қажайып болбоңуз, бұл жақта Нұрдәулет бар, біз бар, жардам беребиз. Я қасында болыңыз. Жақсы баланы таңдап келіп жатырсың. Тек қана бақыт қалаймыз сіздерге. Я, Жұлдыз, қош келдіңіз. Қобалжымаңыз деп айтқым келіп отыр. Өте әдемі сұлу қыздардың бірі екенсіз. Енді алыстан жол тартып келіп отырсыз. Бірақ енді мына жерде Нұрдәулет түсінбей отырмыз да. Бір аң-таң болып, бұрыннан енді отырған жер білет. Бірақтан бір ұйықтап отқан сияқты да. Нұрдәулет, не болды саған? Әлде қасыңдағы бір жандар әсер етіп кетті ма? Қасымда Жұлдыз әсер етіп отыр, сол үшін
сәл Енді саған қырғыздың қыздары бірінші рет келіп отқан жоқ қой, өзіңді қалай ұстау керектігін білесің, қасында қалай сөйлесу керектігін білесің, кішкене ашылып оянып отырсың. Енді біз мына жақта поддержка беріп отырық та. Жоқ, Балауса техника бар әйтеуір. біз мына жерде поддержка беріп отырық та. Нұрдәулеттен ондай бір поддержка келгелі бері қазір отыр ғой енді. Қобалжымаңыз, уайымдамаңыз деп. Я Бишкек жақсы көрем, Бишкек керемет. Осы өлеңнен кішкене әсерлеп отырмын деп. Не ол? жоқ енді өзінің келген жерін мақтап жатырмын ғой, келген жерін мақтасам значит Я енді қыздарды да мақтап қойсаң. енді шымылдық ашылсын, танысайық, сосын мақтаймыз ғой, мақтамен бауыздаймыз ғой. Болды онда көреміз өнеріңізді. Шолпан. Жұлдыз ханым, саламатсыз ба? Өте әдемі екенсіз, естественно әдемі екенсіз. Жаңа ана жерде айтып жатыр ғой, мына жақта Нұрдәулет арамызда отырған бір қызды ұнатады деген сияқты ше. Егер ұнататын болса, шынымен де көңілінен шығып жатқан болса, осы сіз келгенге дейін осы жерде сөз салып, таныстықты бастайтын еді. Сондықтан да өзіңізге сенімді отыра беріңіз, сіз де өте әдемі қызсыз, сізге соперница деп ойламаймын. Сондықтан да қобалжымаңыз, сәттілік. Рахмат. Тимур. Саламатсыз, қош келдіңіз. Сіз осы уақытша келдіңіз, соны білейін дегем. Одан кейін жаңа Нұрдәулеткені бәрі қосып жатыр ғой. Нұрдәулетке керісінше Жанеркені қосқан сайын Нұрдәулет күліп мәз болып жатыр да. Сіздің сыртта да байқаймыз ғой, енді бірге жүргенін, бірге қайтатынын, бірге келетінін деген сияқты. Осы қызға айтқым келіп отыр, келгеннен кейін бұлар үміткер болып келгеннен кейін үмітін арқалап келеді ғой. Үміті ақталмай қала ма деген менде қорқыныш Тимур, бар. бірге қайтады деген ол өткен жолы бір-ақ рет болған емес пе? Одан кейін солай әлде қайтып жүр ме? Солай ма еді? Жоқ, болсаған біз енді байқаймыз ғой, бірге қатысушыға бірге шығамыз. Сөзіңізді бөлейін, тағы да не байқап жүрсіз? Барлығын жарнамадан кейін айтып бересіз. Шымылдық ашыла ма, жоқ па? Қалай болады? Бірге білетін боламыз. Даже сұрағанда жоқ, қайда барамыз? Кеше? Кеше, күні кеше. айтса болады ма? Сіздер әлі бір-бірлеріңізді шығарып салып жүрсіздер ме? Жоқ, Балауса ханым. жоқ, шығарып салғанда мен залға баратын болдым. Иә. Бұл қыздың дайындалатын жері сояқтарда екен примерно. Мен де сояққа барамын дедім да, осы жақта эфирде сөйлесіп алғанбыз. Сосын шыққаннан кейін бірге сөйтіп апарып тастадым, ары қарай өзім тренировкаға кеттім. Енді Сіздерге мына әлі де Балауса ханым мына жерде шығарып Тимажан басталған дұрыс айтып отыр негізінде. Өйткені бұл кісі сұрамайды да екен да, уже сұрамайтындай болған да бұл кісілерде. Бірге қайтайық, жаңағы жолымыз түсе ма, апарып тастайсың ба деген әңгіме жоқ. Бұл кісі келді да, бітті, машинасын ашты, отырды, болды. Күнде барып жүрген әдеттегідей өздерінің ісі уже бұл кісілерде негізінде. Сол үшін біз бұны қозғаймыз бұл әңгімені ше. Балауса ханым былай ғой, адам сұрайтын кезде Нұрдәулет бүгін эфирде сұрамайды ғой. Сен бүгін осы жаққа қайтасың ба? Мен саған міне кетейін демейді ғой. Мен айтамын просто, бүгін осы жаққа сен қай үй жаққа қайтасың ба деймін. Өзім сұраймын. Сіз бәріне айтасыз ба әлде Жанеркеге ғана? Жанеркеге айтамын, Саидаға айтамын. Саидаға айтамын. Енді Нұрдәулетпен маған үйге жетіп алған ыңғайлы. Сол үшін де Нұрдәулетпен маған үйге жетіп алған ыңғайлы. Сол үшін де ол кісі енді түн болғаннан кейін сұрап тұрады. Сен қалай қайтасың деген сияқты. Сұрап тұрады. Сен қалай қайтасың деген сияқты. Осы кісімен қайтқан расымен Жоқпын ғой, мойындап отырмын. Бірақ та ол кезде енді просто жолымыз бір да, бір жаққа қарай бағытымыз бір. Нұрдәулет, сен қашан да болса да жолың бір екен. Осымен 4 рет айтасың жолың бір. Сонда күнделікті жолың бір ма не? Студияға барсаңдар да жолдарың бір, немесе билейтін жерге барсаңдар да жолдарың бір ма? Сонда түсінбедім. Сен мысалы негізі былай да, Балаусан, бұл жігіттің талабы ажыраспаған қыздар. Жас қыз болғаннан кейін бұның көзі әрине Жанерке дейін. Жанеркені білмеймін, бірақ сондықтан бір маңайынан аншақтап жүргені бар. Кетпей жүргені бар да. Жони, мынандай ғой, Жони. Көрінеді негізі. Және де енді мынандай әп-әдемі сұлу қыз таңдап келіп отырғаннан кейін сен барды бар, жоқ деп айтуың керек. Бұл кісінің үміті андай нетпеуің керексің да. Енді саған келгеннен кейін уақытын алып керек емес сияқты. Қандай әдемі қыз келіп тұр мысалға да. А сен ойың басқа жақта. Көзқарасы енді әртүрлі болып жатыр, бірақ көпшілікке айтып жатыр ғой. Бірдеңе бар сияқты араларында. Шерхан, сіз доссыз, қасында жүрсіз. Не байқадыңыз? Енді бәрін бетке айтатын адаммын ғой енді. Мына қатысушылар айтып отыр ғой енді, сүттің бетіне шыққан қаймақтай деп. Кейбір адамдарда ол қаймақ та жоқ қой, мысалы деймін да ше, қаймағын шығарып отқан екеуіне неге қайта-қайта айтып жатсыздар? Мысалы Нұрдәулет енді осы уақытқа дейін үміткер болмады ғой, Балауса ханым, дұрыс па? Үміткер болмады. Жігіт енді көз салады дегендей, ой салады дегендей, енді бұл жерге өзінің махаббатын іздеп келіп отқан адам ретінде. Сонда Нұрдәулеттің көз салып жүргені шындық па? Жоқ, мысалы мынандай көз салып жүргенде мынандай да Балауса ханым, мен бірден андай қадам жасай салып, анаған көзім түсті екен деп ол бірден қадам жасай салмайды. Қазір жігіттер деген негізі ақыл тоқтатып, кішкене ойланып барып қадам, сенімді болып қадам. Бұл жігіт әлі ой үстінде шығар. Сенімді болып қадам. Бұл жігіт әлі ой үстінде шығар деген сияқты ғой. Мына Аттон қанша алып қашсаң да Нұрдәулет, бұл жерде күнде көріп жүрген нәрсеміз бетіне шығып тұр ғой негізінде.
күнде көріп жүрген нәрсеміз бетіне шығып тұр ғой негізінде. абылай қарашы, сен түсіну керексің ғой, тұра тұр қазір. абылай, сен түсіну керексің ғой, осы уақытқа дейін сен қанша қыздарды апарып тастап жүрдің ғой, бірақ махаббат болып кеткен жоқсың ғой, дұрыс па? тура сол сияқты менде қыз жып-жұқа киініп алыпты, мен просто не қылып жаурап қалмасын, ауырып қалмасын деймін да, мен сол жаққа қарай барамын, жүр ала кетейін деп, мен өзім айтамын, сонымен алып барып тастаймын, болды. Менен сұрайды ғой, апарып тасташы деп, заты бар деген сияқты. Бұл кісіде заты жоқ. Одан кейін тағы да бір мәселе болса ханым, бұл кісі негізінде пробканы күтіп 1 сағат 1,5 сағаттан кейін қайтатын эфирден кейін. Бұл кісі мына кісі отырады, не бухгалтер сияқты фук келеді да отырады, бұл кісі есігін жабады, бұл кісі сразу кетіп қалады ғой бүйтіп, болды. Содан кейін түсінікті ғой бізге болды. Сізге түсінікті сияқты, бізге әлі де түсініксіз ау деймін. Сіз енді Қырғызстанға дейін де біраз апарып тастаған кездеріңіз болды, түрлі көлікпен, түрлі қыздарды шығарып салып жүрген кездеріңіз болды, түрлі жерлерге апарып тастаған кездеріңіз болды. Бізде енді жолымыз түскеннен кейін баласаған апарып тастайтын. Дәл бұл кісілердің де айтып отырғаны ортақ сылтау сияқты. Жаңа сіз айтқанда негізі басқа Абылайхан, сен түсіну керексің ғой. Мысалы мен Талғарда тұрып былай қарай кетіп жатқан жоқпын ғой, дұрыс па? Екеуміздің де бағытымыз бір жақта, екеуміздің де қай жақта тұратынын білесіңдер да? Мен сол ала кетемін содан кейін. Енді бұл кісілер бар ғой ала кетеді негізінде. Машина бос дегенде алып кетсе болады да негізінде. Болды, негізінде солай. Негізі бар ғой, Балауса ханым, бағана Шерхан айтып жатыр ғой. Бағана сүттің қаймағы сияқты деп жатыр. Ол қаймақты кейбірінде жоқ деп жатыр ғой енді. Бірақ ол қаймақ тұра ашиды ғой бәрібір де. Сүтпен қосып ше. Сондықтан уақытында оны қаймақты ішпесе, негізі болмаса оны құйып алмаса ол ашуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан өйтіп жүре берсіңдер, үміткер келеді бәрібір де. Сондықтан үміткердің несі кетеді, жаңағыдай сый кетіп қалады, оның үмітін өшіресіңдер деген сияқты. Біз сол үшін айтып жатыр, әйтпесе сендердің бір арттарында ашу немесе бір ұстап беру деген сияқты ой жоқ. Жай ғана үміткерге деген сыйластық болсыншы, өтініш. Шынымен де сезім болатын болса, Нұрдәулет шынымен жігітсің ғой, айтқан дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені әр күні апарып тастау, әр күні алып келу және де әр күні бірге жүру ол мүмкін емес енді өзіңіз. Жұлдыз, жоқ, сендер бар ғой. Сұрайықшы. Сізге көзқарасыңыз бойынша сіз үшін бұл мәселе болуы мүмкін бе? Мысалы, жолай кетіп бара жатып, апарып тастадым керек жеріне деп айтып жатыр. Ол барыңыздарға чоң рахмат, мені қолдап, поддержка беріп отқаныңыздарға. Мен да дұрыс ойлаймын, бұл жақта чоғы барлық нәрсені шешіліп жатқаннан кейін, аял кишини кечинде жалғыз қалтыру бұл еркектің жауапкершілігі деп сеземін да, ойлаймын. Қыз баласын түнде жалғыз қалдыру дейсіз ба? Иә. Ал жоқ, түнде емес, эфирден шыққанда немесе жаңағы жолай деген сияқты айтып жатыр ғой, соған байланысты. Мен жоқ түсіндім. Тура эле көзқараштамын. Тура көзқарастасыз ғой. Алымжан. Осы Нұрдәулетке айтып отқан кісілер түсінбейді ме? Нұрдәулеттің аузынан не сөз шығара алмайсыңдар сендер? Мен түсінбей жатырмын соны. Келген үміткерді сыйлап кішкене сыйлап отырсың дұрыс болады да, бұл кісіге неприятно болып отыр ғой. Сол жағын ойласыңдаршы, сыйлап отырайық, құрметтейік. Нұрдәулет не айтады ол, сендер айта берген сайын? Бірақ та дегенменен де Балауса ханым, Нұрдәулеттің жанын Абылай емес, Нұрдәулеттің жанын мен түсініп тұрған сияқты. Негізі сезон басталғанда дәл осылай Нұрдәулет сияқты мен отқан болатын. Балауса ханым, ең бірінші үміткерім келген кезде білесіз ба? Қызға сөз тигізбей, жақтап, қызды пастан жоқ, бізде еш нәрсе жоқ. Бізде осындай деген сияқты дүниемен мен отқан Балауса ханым, мен сезіп отырмын. Бірақ та уақыт Балауса ханым бір шара қолданылмай тұрған кезде қалай бар соның барлығын айту керек деп ойлаймын негізі. Бірақ енді сіздерде сәл басқашалау ғой, себебі сезім болды ғой оған дейін сіздерде. Бұл кісілерде сезім жоқ деп отыр, махаббат жоқ. Балауса ханым, мен басында негізі дәл осылай Нұрдәулет сияқты мен де жүрген жоқпыз деп жатыр. Сезім жоқ деп мен де айтқанмын негізі. Уақыт өте келе солай жаңа күнге бірге жүріп бірге адамды танып деген сияқты содан кейін барып сезім ашылып осындай халде отқан мен Балауса ханым. Сонда уақыт өте келе дәл сіздердікіндей қарым-қатынас болуы мүмкін. Иә, сол уже бар сияқты негізі Балауса ханым, сол уақыты келмей тұрған кезде, шара қолданылмай тұрған кезде барлығын айтқан дұрыс. Енді қараш Нұрсұлтан, мысалы деймін да, сенен не істеп отырсың деймін да, қазір қандай жағдайда отырсың, сол таныстықтың кесірінен басың салбырап деген сияқты ғой, мысалға айтайықшы. Сол сияқты ол Нұрдәулетте асығыс жоқ та, ода ол бірінші біліп алу керек. Я көзім түсті екен деп сезім білдіре бермей, бірінші мінезін жайлап енді жігіттер болады ғой кішкене. Қандай екен, ашуланғанда қалай пікір айтады деген сияқты барлығын саралап жүр деп ойлаймын. Асыққан дұрыс емес. Иә, Балауса ханым, енді басын салбырап деп отырмын, мен басым салбырап отқан жоқ. Әп-әдемі отырмын, бірақ та дегенмен енді Балауса ханым, шара барлығына бірдей қолданылады ғой деген, ондай таныс адамды тану үшін ортаға шықсын, танысып көрсін деген сияқты. Дальше адамды тани береді. Онда қатысушылар былай жасайық, жаңа мен Абылайханның да сөзінен тыңдап отырмын, Нұрсұлтанның да сөзінен тыңдап отырмын. Түсінгенім бойынша сіздер шамалап отырсыздар. Бұл қарым-қатынас алдағы уақытта бір сезімге ұласатын сияқты деген нәрселерді сіздер біліп отырсыздар. Егер де олай болатын болса, барлығы ашығымен болсын. Сіздер соңын көріп отыр екенсіздер. Сезімі бар екенін білетін болсаңыздар, Нұрдәулет өзі айтсын. Және де мен ойлаймын, сырттан қарап тон пішудің қажеті жоқ. Өздеріңіз айтып, ең бастысы жобадан қорыққаннан кейін ғана Нұрсұлтан жаңағы сезіміңді айтып таста, шара қолданбай тұрған кезде деген ол қалай? Бәлкім сезім жоқ шығар, бәлкім тіпті қарым-қатынас жоқ шығар.
әркімнің Жоқ, енді баласы қарым-қатынасы хан, деп енді ойлаймын. бұл жерде қараңызшы, жарайды түсінікті ғой, мақұл, Жанерке, бірақ мына жерде Нұрдәулеттің тарапынан бүкіл әрекет болып жатыр да, и бұл қашып жатыр Нұрдәулет. Бірақ енді қыз баласын сезіммен ойнап керек емес, сөйтіп жүріп ақырын бауыр басып қалса, ғашық болып қалса, қайтеді. Сондықтан бірден Нұрдәулет ат-тонын қашып жатыр да, жеткізген рас, алып жүрген рас, бүкіл дүние ма, сен өзің симпатия білдіріп жатсың. Сол симпатия бұл ілініп қалуы мүмкін да, и ортақ келген кезде сен қашып отырсың. Ондай жауапкершілік керек емес сияқты. Қыз баласын сезіммен ойнап керек емес. Мысалы шара деп жатыр қой, енді баласаға кешірім сұраймын. Шара дегенде мысалы мынандай да, енді қатысушы мен қатысушы бір-бірімен таныса алады. Егер оларда үміткер болмаса, оларда енді осыған дейін үміткер болған жоқ, шығарып салғанда тұрған не бар деймін да баласахан. Бір ондай бір қатып қалған қағида бар деп ойламаймын. Осы уақытқа дейін қатысушыны шығарып салуға болмайды деген нәрсе жоқ деп ойлаймын. Егер үміткері болса, Шерхан, бұл жерде шығарып салудың арты неге айналып жатқанын өзіңіз көріп тұрсыз. Керемет сәтті қарым-қатынас болса, оған сөзіміз жоқ. Бірақ біздің сыртымыздан шараға, біздің жобаның шартына қарсы дүниелерді жасап сыртта кездесуге ұласып жатыр. Сондықтан біз сол нәрсеге ұласқанына қарсымыз. Бізде жарнама болып қалды. Жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма жоқ па, және бұл мәселе Жанерке мен Нұрдәулеттің арасында не? Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Шымылдық әзірге жабық, және де Нұрдәулет, мүмкін шымылдықты ашып алармыз? Иә, баласы ханым, енді бағана бері мен ортаға шықпай жүр екенмін ғой, негізі бәрі жабылып кетті ғой. Айтар көп сияқты. 100-ден бір 80% енді қосып жатыр ғой. Мен нақтысын айтайын, біздің арамызда ештеңе жоқ. Просто әшейін қыз просто жұқа киім шығады шынымен де ше. Неге жұқа киім, сол денсаулығын ойлап, олай жүрмесейші деп машинамен пешті қосып апарып тастап жүрген. Мен де жұқа киініп жүрмін баласы ханым мысалға. Сен еркексің ғой. Емес қой, ол аға бауырда ғой. Саған перизат керек жылтатын бауырым. Кей. Алдыңда отыр ғой, жылынып отыра берсей. Шымылдық ашайық онда. Ашамыз ба шымылдықты? Жақсы, шымылдық ашылсын. Жанды тербеші dear baby, басымнан кетпеші love you baby, сөзіме тексеңші I love you baby, бағымсың берілген I need you baby, бұршы тек менімен I love you baby, let me love you baby. Шымылдық ашылды. Нұрдәулет, әсеріңіз? Әсерім керемет, өте әдемі қыз. Даусына түрі сай екен. Енді жаңа дауысын естіп отқан кезде мен нәзік, иә, дауысы. ойлап оттым, иә. Примерно жаңа Нұржан сияқты ойлағандай шықты. Өте әдемі қыз. Дәл осылай Таңдап келгеніңізге елестеттіңіз бе? рахмет үлкен. Ау? Дәл осылай елестеттіңіз бе? Дәл осылай елестеткем. Ал Жұлдыз, сіз қандай әсердесіз? Нұрдәулет, ойдағыдай шықты ма? Енді бәрібір де өмірде көрген басқаша. Ойдағыдай бар. Ойдағыдай барлығы, иә? Жақсы. Енді жаңа енді түрлі пікірлер айтылды. Бірақ енді жаңа, білмеймін, енді менің түсінбей қалғаным, Жанерке өзіңізге мүмкіндік болмаған сияқты жауап беретін. Жәнібек мысалы айтып қалды, иә, қыз бәлкім қалған шығар дегендей. Оған ештеңе деп жауап бермейсіз бе? Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Егер де маған Нұрдәулет өзі келіп, жүрме сені алып барып тастайын, екеуміздің жолымыз бір деп айтпағанда, онда мен өзім барып жабыспайтын едім бұл кісіге. Сіз сұраған жоқсыз, Нұрдәулеттің өзі келіп айтты. Иә. Иә, әйтеуір тоңып жүрген жоқсыз ғой. Жоқ, тоңып жүрген жоқпын. Сіздің қамыңызды ойладым деп айтып жатыр, жиі тоңып қалады деген сияқты. Қалыңырақ киініп жүріңіз, осындай әңгімелер болмасын. Баласахан. Кім? Айжан? Баласахан, мен мына жерде жігіттерді түсінбей жатырмын да, бағана Шерханның пікірінде қалып кеттім негізі. Шерхан дұрыс айтып жатыр осы жерде, что енді ол қазір ақыл оймен, несімен, жаңағыдай Жанеркеге атылып жаңағыдай неше түрлі бірдеңесін мен байқағаным жоқ вообще сыртта. Иә, ол жаңағыдай бір кішкентай ухаживаниялары болатын шығар, енді әрбір жігіт осы жерде енді жасап жатыр ғой, қамқорлығын жігіттер негізі. Тек қана Нұрдәулет емес бұл жерде. И мына жерде жігіттер түсінбей жатыр да, жаңағыдай Нұрдәулетке атылып, немене сен қыздың үмітін ақтамай, ертең не дейді, қыздың сезімі деді ма, не деді жаңа артында отырған кісі. Сол сезім туралы сол кісі айтпай-ақ қойса екен деймін да, осы жерде отырған ер азаматтар түсінбей жатырмын да мен. Неге ол кісі айтпау керек? Жоқ, енді сезіммен ойнап жүрген сол кісі ғой. Осы жерде кімнің сезімімен? Мына жерде отырған сол жағымдағы қыздардың деймін да, сезімдерімен ойнап жүр. Сезімге беріліп қалған қыздар бар ғой. Сол сияқты может жаны ашып жатқан шығар, может. Өйткені өзінің басынан өткен ғой. Сезімге қыздар беріліп қояды деп айтып жатыр да, бір кісіні не қылып сілтеп. Сол үшін может быть Жанерке енді сен де ол ағаңды тыңдап қой деп ойлаймын. Жаңадай сезімге неге беріліп кетпеңдер, иә, бір жағынан. Иә, Айжан, бұл жерде сен өзің туралы айтып жатқан сияқтысың ғой. Сосын негізі Жанбек шынымен сен айтатын жөнің емес та, негізі бұл пікірді басқа біреу айтса жарасушы еді негізі. Сандуғаш. Қайырлы күн баршаңызға. Осындасыз ба әйтеуір?
иә бағанадан бері сөз сұрап отырмын сізден көрінбей отырған шығармын қош келдіңіз өте әдемі сондай болашақта егер сіздерде бәрі жақсы болып кетсе жанеркемен өзіңіз көрдіңіз ситуацияны бірге алып барады жаңа да сіз келгенде дым қуаныш жоқ жанеркеден көзбен сұрап жатыр тұрайын ба барайын ба бола ма деген сияқты бір сұрақ қояйыншы жанерке сізге конкурент бола ала ма жоқ мүмкін бізде бар ғой негізі жақсы андай не андай киноның сценарийін жазатындар шығады да мынандай нәрсені мынандай алып жасап берді сұрады бүйтті барайын ба бармай ақ жақсы қояйын ба нұрдәулет біз саған сенеміз сеніңіздерші пожалуйста сеніңіздерші сенеміз ешқандай да артық әңгіме жоқ екеніне және біз дәл қазір сырласудағы нұржан мен сол күн дәл бүгін келді. Қарақат ауылдағы шағын кітапханада жұмыс істейтін. Күнделікті әдетімен сөрелерді реттеп жүрген. Сыртта күз. Жапырақтар сарғайып, желмен ұшып жатыр. Есіктің қоңырауы сыңғыр ете қалды. Ол есікке қарады. Таныс жүз. Уақыт тістеп тастаған, бірақ көздері сол баяғы жылы көзқарас. Сәлем, Қарақат деді Божай, даусы баяу, жүрегі дүрсілдеп тұр. Қарақат сілейіп қалды. Божай. Уақыт тоқтағандай болды. Екеуі үнсіз қарап тұрды. Бір сәтте Қарақаттың көзінен жас жылт етті. Неге келдің? Деді ол сыбырлап. Себебі мен кетпеуім керек еді деді Божай, сенің көзіңді ұмыта алмадым. Қарақат теріс қарап терең дем алды. Кеш болды, Божай, өмір жалғасты. Мен өзімді ұмыттыруға үйреттім. Бірақ жүрек ұмытпады ғой, солай ма? Қарақат үнсіз. Тыныштықты тек жаңбыр үні бұзады. Божай жақындап келіп қолын ақырын ұсынды. Тағы бір мүмкіндік берші. Бәлкім бұл жолы жоғалмаймын. Қарақат оның қолына қарады. Сол қол баяғы студент кезіндегідей дірілдей жылы. Мен сені күткенмін, Божай деді ол ақырында. Күткенмін, бірақ мойындауға қорықтым. Сол сәтте Божай оның қолын ұстады. Уақыт өкпе, жылдар бәрі артта қалды.